Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4 сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 81 бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. 81 бет, checkpoint 5. Exercise number 1. Look, read and circle. Қара, оқы, одан кейін таңда. Бізде 0-шы суретте қорап берілген, астында cool box, first aid kit. Cool box дегеніміз салқын қорап, first aid kit дегеніміз алғашқы көмек жинағы. Дұрыс жауап бізде cool box. Бірінші суретке қараймыз. Camp stove, blanket. Camp stove деген лагерь пеші, blanket дегеніміз көрпе. Дұрыс жауабы blanket, көрпе. Екінші суретке қараймыз. Campfire, от жағу, firewood, отын. Дұрыс жауабы campfire, от жағу. Үшінші суретке қараймыз. Penknife, whistle. Penknife дегеніміз қалам пышақ, whistle дегеніміз ысқырық. Дұрыс жауабы үшінші whistle болады. Төртінші суретке қараймыз. Rope, fishing rod. Rope дегеніміз арқан, fishing rod дегеніміз қармақ. Дұрыс жауап fishing rod. Бесінші суретке қараймыз. Penknife, rope. Penknife дегеніміз қалам пышақ, rope дегеніміз арқан. Дұрыс жауап penknife. Exercise number 2. Екінші жаттығу. Read and complete. Оқы және де толықтыр. Бізде сөздер берілген және де сурет берілген. Сол суретке қарап, ауа райының қандай болып тұрғанын жазамыз. Бірінші, A. What's the weather like? Ауа райы қандай? B. It's hot and it's sunny. Күн ыстық және шуақты. Келесі, what's the weather like? Ауа райы қандай? It's cold and it's snowy. Күн суық және қарлы. Үшінші, what's the weather like? Ауа райы қандай? It's windy and it's rainy. Желді және жаңбырлы. Exercise number 3. Үшінші жаттығу. Нұрлан wants to go camping with his family. What mustn't he do? Read and complete. Нұрланның отбасымен бірге кемпингпен барғысы келеді. Ол кемпингте не істеу керек және не істемеу керек, соны төменгі жақта оқып, толықтыруымыз қажет. Бірінші, he must take warm clothes with him. Ол өзімен бірге жылы киім алуы қажет. Бірінші, he mustn't light campfires near trees. Ағаштардың жанында от жағуға болмайды. Екінші, he mustn't go for a walk alone. Жалғыз өзін серуендеуге болмайды. Үшінші, he mustn't make much noise. Ол қатты дауыс шығармауы қажет. Төртінші, he mustn't go near wild animals. Ол жабайы жануарларға жақындауға болмайды, яғни жақын жүрмеуі қажет. Бесіншісі, he must have a rope with him. Ол өзімен бірге арқан алуы қажет. Exercise number 4. Төртінші жаттығу. Make sentences. Сөйлемдерді құрастыр. Сөйлемдер жан-жаққа шашыраған, біз толықтырып бір сөйлем құрауымыз қажет. Мысалы, can, the, I, campfire, light деген сөздер берілген. Сөйлем құрастырамыз. Can I light the campfire? Лагерде от жағуға болады ма? Бірінші сөйлем. Can we visit the volcano? Вулканға бара аламыз ба? Екінші, he doesn't have to come with us. Оның бізбен бірге келуі міндетті емес дейді. Үшінші, can I use your penknife? Мен сенің қалам пышағыңды пайдалана аламын ба дейді. Келесі төртінші, we have to wash our clothes. Біз киімімізді жууымыз қажет. Бесінші, they don't have to get up early. Оларға ерте тұрудың қажеті жоқ.